Sizce ne baba? Sabah kahvaltı bugün dayandığımız. Bugün kiyimiz kalay. Öte yaxşı. Bugün sabahta başlamak burun topqa boyunlu bağlamız. Kelip, iki türlü oyundu. Öz kalaklarmışa, öz tanımlarını tanıdaysızlar. Şimdi topqa boyunlu oturamiz. Sınıfına kelip olsun. Unağan oyunun bir alasıdır. Barıqlarımız. Ballar sabahta başlamak burun. Galeriya ve sayahat adisinden biz bu süreci qanday buyumlar ko'ribmiz? Birinchi sureti sirma, ikkinchi kesilgan qo'ldan, uchinchi o'chirasi. Endi bolalar qalamsaq adisinden o'yinlar orqali sizlarga suratlar qo'yamiz. Sol qalamsaq orqali javob beramiz. Ata-bobamiz ekin ekkan qanday uyni bilamiz? Молодец. Jaraysin. Ikkinchi, kiyiz jihozlar qanday? Bolalar qalamsaq adisi orqali, o'yinlar orqali biz suratlarga javob beramiz. Ata-bobamiz ekin ekkan qanday uyni bilamiz? Jaraysin. Kiyiz jihozlar qanday? Sandiq, bastur, makinet. O'te yaxshi. Jaraysin. Chebet deb kimni ataymiz? Chebet deb kimni ataymiz? Rasva, jaraysin. Mana bu qanday deyiladi bor o'zi. Sirmoq deganimiz ne? Sirmoq deganimiz ne? Bultuq buyum turlarini ata. Bultuq buyum turlari kiyiz, tekin, sirmoq, bilan. Молодец. Yaxshi, jaraysin. Yangi bolalar, sizlarga hozirda so'rovlarga javob bergan javoblarimiz orqali biz qo'llangan buyumlarni turlari, ya'ni qo'llangan qatisi buyumlarni atadik. Endi bugungi taqrimimizning atavi kestirt uneri. Жалпы кестелер дегенimiz ерте заманнан дамыған, ата-бабамыздан ұрпақтан ұрпаққа беріліп келе жатқан бұйым. Кестелер өнері негізі тегемен бетіне зерлеп тігу арқылы, немесе матаға зерлеп інжу маржан тастармен зерлеу арқылы кестелерді тігеді. Кестелеу өнерінің құрал жабдықтары, кесте тігетін аспаптар деп тұр. Ине қажет, мата, кердіш, мата кердіш ойындары қажет. Қазір балалар біз практикалық жұмыс жасаймыз. Яғни кесте тігу, сендерде құрал жабдықтардың барлық алдыларында инемен жіпті дайындаймыз, матамызды дайындаймыз. Яғни жұмыс бастамас бұрын біз қауіпсіздік ережесін білуіміз керек. Қауіпсіздік ережесін сақтауымыз керек. Инемен, үшкір заттармен, яғни қайшымен жұмыс жасағандықтан біз өте мұқият жұмыс жасауымыз керек. Инені ауызға салуға болмайды, киімге түйреуге болмайды, жіпсіз қалдыруға болмайды. Яғни өзінің арнайы матаға немесе инемен шанышқыға шаншып қоюымыз керек. Қайшымен жұмыс жасаған кезімізде жанымызда отырған адамға ұшымен бермей, яғни ұстақшымен ұсынуымыз керек. Түсінікті ғой? Ал енді практикалық жұмысымызды бастаймыз. Сендер өткен сабақта бастаған боласыздар. Кестелеу өнеріне ары қарай жалғастырып тігеміз. Бізде сергіту сәті, яғни мақал мәселелердің жалғасын тап. Жерді өлшеп, жарайсыңдар. Өнерді өрге жүзеді. Шебердің қолы көпке жетеді. Жарайсыңдар. Ата көрген оқ жона, қонышы. Жарайсыңдар. Сабақ
Саты ие, сәті. Ақыл көкке жеткізер. Жарайсыңдар. Білікті бірді жығар. Жарайсыңдар. Қына тасқа бітеді. Ақыл азбайды. Жарайсыңдар. Бүгінгі сабақтан алған білімдерімді қарны-кесек ойыны арқылы білімдерімізді тексеріп көрейік. Мынау қарны-кесектің ішінде яғни сұрақ бар, сол сұраққа жауап береміз. Бірінші топқа ал. Сұрағымды оқи қой. Сәнді қолданбай өнердің бір түгі не? Сәнді қолданбалы өнердің бір түрі не дейді? Кестелі өнер. Жарайсың. Так, екінші топқа қарны-кесек ішінде сұрақтар бар. Осы сұраққа жауап береміз. Сұрақты оқи қой. Кестеде өнер бейнеленген. Кестеде нелер бейнеленеді дейді. Нелер бейнеленеді? Суреттер бейнеленеді. Жарайсыңдар. Балалар, бүгінгі сабақтан алған білімдерімді қорытындылай отыра, кері байланысқа осындай 3 сурет тұр. Яғни қоқыс жәшігі бүгінгі алған сабақтан алған білімімнің, яғни маған қажет емес ештеңе түсінбедім десеңіздер, қоқыс жәшігіне стикерлесіздер. Екінші, алған керекті ақпаратты чемоданға салу, яғни бүгінгі сабақтан алған қандай білім алсаң, соны яғни сақтап қою чемоданда. Үшінші, ақпараттың ішінде әлі ізденіп толықтыру керек болса, еттартқышқа салу. Білген алған білімін толық болмаған жағдайда қайта еттартқышқа салып қоямыз. Түсінікті ма? Ал енді келіп стикерларды жазсаңдар. Бүгінгі сабақтың қорытындысы нәтижесінде сендердің бағаларыңды анықтайық. Бірінші топ көтереміз. 5 смайлик. Екінші топымызда 4 смайлик. Бүгінгі сабаққа қатысқандарыңа рахмет. Осымен сабағымызды аяқтаймыз. Сендерге үй тапсырмасы осы жасап жатқан практикалық жұмыстарды ары қарай жалғастыру.